Сәбит Сейфуллиннің жұбату прозасының ішінде. Мамыр айы, таң ауыл нұра бойында. Аспанда түнерген қара бұлт қаптап, қара түнді өте меңіреу. Көші шаршап келіп, жаппалап қонған ауыл ұйқы шыққанда жатыр. Төңірек тап-тыныш. Күншығыстан ескен майда қоңыр жел, өзен бойындағы талдардың, бұталардың, шөптердің басын теңселтіп, ақырын ызыңдап. Көрінбей ақырын жүріп, жұмсақ сыпсыңдаған жерік шермен, жаяулаған жұмсақ сарыннан басқа, алдыңғы ауылдан сыңсыған бір нәзік ызың естілді. Ызың жүректің ең нәзік сезімді күйлерін қозғап, өксіп, үзіліп естілді. Еріксіз құлағымды сала, ызыңда қарай жүрді. Ызыңнан көкіректі қарс айырған жасырын күйініш, ащы қасірет, мұңды қайғылы зар естілді. Осынау меңіреу қара түнде әрбір жан ұйқы тыныштығында жатқанда, ол нендей сыңсыған ызың екен. Ол ызың неліктен жүректің ең нәзік тамырына барады дейді. Ызың нәзік, алыстан, үзіліп саңғайды. Сорлының ол елде қарағынан айырылған, қараңғы түнде еңіреп қолдығы бие бола ма? Қолыңынан айырылып, қолының іздеп зарлаған, аңға келәлде оқ дейіп, жанталасып сарнаған. Таяуырақ барған сайын, ызың аңырақ естілді. Таяуырақ барған сайын, жүрек, елжіреп өксиді. Демеліп келіп, өзен жағасындағы байталдың түбінде еңкілдеп жылап отырған Мүслимай. Айналайын қарындасым, не болды саған? Ай, мұңды зарлы қарындасым,